Бәріңізге сәлем, құрметті достар, құрметті көрермендер. Біздің өткір тақырып арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы Фирдауси мектебінің директорына жасалған шабуыл туралы болмақ. Түркістан облысында Мақтаарал ауданында Фирдауси мектебінің директорына екі ер адам күш көрсетіп қызметінен кетуін талап еткен. Бұл оқиға күні кеше болған. Жанар сапар жұмысқа бара жатқанда екі сақалды жігіт тоқтатып, мойнынан қылқындырған, жарақат іздері бар. Машинадан сүйреп түсірген, аяғы шыққан. Қайта мектеп директорының орынбасары тәжік жігіті келіп көмектескен. Сосын мектепке апарып жедел жәрдем шақырған. Сақалды жігіттердің талаптары мектептегі орнын босат деген деп оқиға туралы ақпаратпен заңгер Айгүл Орынбек өзінің желідегі парақшасында бөлісті. Заңгердің айтуынша басты себеп мектеп директорының хиджаб киген оқушыларды мектепке кіргізбеуі. Мектеп директоры полицияға шағымданғанымен ешқандай нәтиже болмаған. Полиция қызметкерлері екі жігітті табудың орнына арыз шағымым жоқ деген қағаз жаздырып алып кеткен, делінген заңгер жазбасында. Сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе қаласында терроризмді насихаттаған екі адамды ұстағанын мәлімдеді. Екеуі де Қазақстан азаматы. Олардың тұрғылықты жерінен экстремистік мағынадағы әдебиеттер мен басқа куәлік заттар тәркіленді. Міне, құрметті достар, құрметті көрермендер, бүгінгі жаңалығымыз осындай. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық, өміріміз бейбіт болсын. Арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Біз сіздерді жаңалықтармен таныстыруға еш жалықпаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.